араласпаңыз. Жоқ, енді мен айтып тұрмын ғой, қара. Мен айтып тұрмын ғой. Неге менің жазған арызым давыны тыңдаңызшы, бауырым, сіз неге бұзыла бересіз? Неге адамға провокация жасайсыз? Мен сізге жауап бермеймін, мына кісіге жауап берем. Сізге жауап бермеймін. Мына кісіге жауап берем. Енді қараңыз, Оразғали мырза. Енді қараңыз. Мен арызды кеше жаздым. Неге кеше жазған арыз бүгін қаралмайды? Неге жап-жаңа 1 сағат алдын жазған арыз қаралады? Неге? Неге? Заңның атымен айтшы, неге? Заңның атымен құзырлы органдар жауап берсін сізге. Мен кеше прокуратураға жаздым, областной прокуратураға. Сол областной прокуратураға. Неге олар бүгін маған жауап бермейді? Енді мен сізге оны бойынша жауап бере алмаймын. Аллаға кіргізген. Жарайды, мен участковыйға жазған арызым бойынша неге қарамайсыз? Сізге ұйғарым бойынша келіп тұрмын ғой, дұрыс па? Ұйғарым бойынша келіп тұрмын. Оразғали мырза, мен сізге тағы да айтам. Кеше участковыйға жазған. Қоспаңыз, Жамбыл Алпысбайұлы, мен сізге қайталап айтам. Мен кеше участковыйға жазған арызым бойынша 16:00-де барасыз. Кімнің атынан келіп тұрсыз? Сіз қазір міне заң атымен судья Досимованың шығарған ұйғарым. Досимованың алдында мен жап-жаңа 2 сағат алдын болдым. 1 сағат. Болдым. Ол маған еш сап мына жайлы еш сап айтқан емес. Беріп тұрсам алмай тұрсыз енді. Мен неге үшін алам? Өйткені повестканы 3 түрлі заңсыз әкеліп тұр маған. Мен маған айтады, сізді ДВД-ға шақырып оңға дейді. РУВД-ға шақырып оңға дейді. Ертесіне келіп 11-ге шақырып. Арыздануға да шыға алмаймыз мына үйден. Мен шықса, мен ұстайды мына жерден. Аяқ қолым. Онда жүрің бірге. Жүр. Жоқ, олай емес. Жоқ, олай емес. Жүріңіз, иә. Неге сен араласасың? Араласпа. Жоқ. Жүріңіз, иә. Қайда апарып тығайын деп отырсың да? Жоқ. Шығаруға да мұрша бермей атсыңдар. Сіздер. Ұятсыздар. Жап аузыңды. Видеоң түсір болды. Сен, тағы айтам, сіздер қылмыскер басшының артын жаптыңдар. Дәурен жапты артын. Оның мене дәлелім бар. Бүкіл ел көріп отыр. Менің 2 заявлениемді алмай кетті. Маған 2 араңдатушы қатын келді. Олар маған балағат сөз айтты. Менің ар-намысыма тиді. Сол жайлы арызды алмай кетті. Сол заңның атынан сен жұмыс жасашы, өтініш. Құлың болайын сенің. Сол заңның атынан жұмыс жасашы. 6 баламның атынан садақа. Жасашы соның атынан. Ұялмайсыңдар ма? Неге? Участковой заңсыз іс-әрекет жасайды. Ол сізде қаралмайды. Какой-то 2 сағатта шығаруға шешімге сен маған айтып тұрсың. Күштеп алып кетем сені деп. Ұялмай, балдардың көзінше. Келіп тұрмын мен сізге да. Неге? Менің арызым алынбайды. Какой-то біреудің арызы алынады. Сіздің арызыңыз қабылданған жөнінде талон бәрін алған шығарсыз. Оны өзіңізге жауап береді да. Мен пайтапты барым. Ол бойынша келіп тұрған жоқ. Мен мына затқа өз неңізде ол, өз неңізде. Жоқ, мынауыңыз сіздің келіп тұрғаныңыз заңсыз. Егер сен бүкіл участковойдың... Міне алып қалсаңызшы, заң... Жоқ, мен алмайым, тексермеймін. Адвокатым келмеймін, мен ешсат істемеймін. Заңдылығын тексеріңіз. Маған адвокат шығарған заңда. Маған журналист келсін, адвокат келсін, сосын барам. Мен шынын айтайын. Ләззат, тоқта, шынын айтайын. Мен сіздерге сенбеймін. Барында ауладан. ДПС, ауладан шық, сенкі заңсыз. Просто алып кетесің, шық. Шық ауладан, шық. Заңсыз екен білесің бе? Мен сізге тағы айтам. Инспектор мырза, сіз неге менің заңды түрде 102-ге звондадым? 102-ге звондап келген участковой неге менің толыққанды құқығымды таптап менің арызымды алмай кетеді? Неге? Құзырлы органдардан сұраңыз. Неге мен құзырлы органдарға барып сұрап жүруім керек? Сен өзің келіп тұрсың ғой. Сен өзің аяғыңмен келіп тұрсың ғой, неге мен баруым керек? Мен сізге өз аяғыммен келіп тұрмын. Енді мен не үшін баруым керек құзырлы органдарға? Заң атымен келіп тұрмын. Көріп тұрсыз. Сенікі 2 сағатта шыққан заң аты. Мен кеше жазған заявлениемді қайда заңы? Участковойдың біреудің артын жабу ол қылмыс. Менің заявлениемді алмай кету ол қылмыс. Ол жайлы неге жұмыс жасамайсыз? Именно маған келгенде жұмыс жасайсыз. Адвокатым келсін. Журналистім келсін. Мен содан кейін барам. Сіздердің мынандай заңсыздық, ұры демек қой, кешіріңіз. Сіздердің мына жала жаппайым. Сіздердің мына жауыз басшыларыңыздың артын жабу ол өте заңсыз. Міне, ана офицер кім? Мына жағында.
Вообще-то қайсыңыз сөйлесіңіз. Мен сөйлесем. Сен араласпа бауырым. Қиын болады. Сен ертең қиын болады өзіңе. Мақұл, жамбыл алып қойылды. Барасыз. Жаңағы Тұра тұрыңызшы, қарындас. Сөзді. біздер уже біздің жанайқай. Бауырым сенің үйіңе өзі 10 милиция келгенде көрер едім. Біздер көп балалы ата-анамыз. Қазір сен форма киіп, сен теңіздің ар жағында тұрып қазір саған оңай айту. Сен менің орнымда тұрып көр. Жамбыл алып қойылды. Мен саған заң атымен айтам, мынаны мен интернетке салма. Өзіңде болсын, өз құқығың. Бауырым, өзің мен ойлап тапқан жоқпын интернет. Жоқ, өз нең үшін. Үкіметке айт онда. Мынау заңсыз Қазақстанға запрет жасайды. Жоқ, өзіңіз. Мен оны шығарған жоқпын. Өзіңіздің 20-ші бапта, Конституцияның 20-ші бабында анық көрсетілген ақпарат алуға және таратуға хақымыз бар. Өзіңіздің, тұра тұрсын. Дәурен, мына қат. Дәурен, сен заңсыз сенікі кет. Мынау не? Бір повесткеге қаншама адам, мынау не зат? Ерсұлтан қой, Ерсұлтан. Ашуға бұлықпа болам. Ашуға бұлықпа. Жа, бауырым, сен провоцировать етпе, Құдайдан қорқ. Шық кет, бастығыңмен сөйлесіп тұрмын. Шық кет ауладан. Мына ауладан шықпасаңдар қазір өртеймін. Точно өртеймін. Қазір біздер. Өртеймін. Қазір біз, қара. Заң атымен айтам. Дәурен, қазір біздер сіздерге надо будет күш қолданамыз қазір. Бензин шашып өртейміз қазір керек болса. Бензинді алып кел қазір өртейміз. Алып кет аналар шығар ана нөкерлеріңді. Қазір шығар. Қазір шығар. Екеуміз жай сөйлесеміз. Қазір шығар. Шық. Шығың ауладан. Шық ауладан. Қасиетсіз шық. Түрлерің бар болсын бетпақ болған. Біздер еш қайда бармаймыз. Заңсыз бұның бәрі. Жоғалыңдар. Жалмауыз қан жер. Маған Таста қолыңды. Қара бауырым, енді екеуміз. Мен сұрақ қойыш. Тоқта, екеуміз арқайын сөйлесейік. Жауап бере алмаймын мен, Жамбыл. Мен оған құзыретім жетпейді. Жетпесең, неге онда маған неге онда манағы сөзді айтасың, күштеп алып кетемін деген бауырым. Менің шамыма тиеді ғой ол. Маған шамыңызға тименсін. Мынау маған шығарып берген ұйғарым. Келмесе күштеп алып кетіңдер, міне. Мәжбүрлеп күштеп алып келсін деп жазылып тұр, дұрыс па? Енді мен білмеймін. Мен сізге сол бойынша ғана айтып тұрмын. Жақсы, енді мен сізді түсіндім. Сізді бар ғой, басқа затыңызға шаруам жоқ. Негізге өзіңіздің енді Ләззат! 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 Тыңдамай. Ләззат! Ләззат! Кім? Ләззат! Ана адамдарыңызды ары қарай Ары қарай алып кетші, жіберсейші. Мен қаламын өз жерде. Жібере қойшы, айта қойшы кеттім. Кім? Бауырым, қара, мен саған тағы айтам. Мен сөйлеп жатырмын. Сен маған айттың ғой. Міне, мен түсіндірдің ғой, не түсінбейтіні бар. Сен маған айтып отырсың. Заң сот міне үкім шығарды. 2 сағаттың ішінде ұйғарым шығарды 2 сағаттың ішінде. Ләззат! Анаңды ғана емгір. Ләззат! Қайт бері! Жоғал ары сен, жоғал! Тұрыңды құрт, жоғал! Жоғал! Анау кетпей сөйлеспеймін. Жоғалдыш анаған, кетші. Былай қарай баршы, былай қарай. Кім? Енді қара, сен маған бауырым 2 сағаттың ішінде шығарылған шешімді әкеліп, сенің айтып тұрған сөзің менің шамыма тиеді. Сені күштеп алып кетем дейсің да. Мен кеше жазған арызыма неге шара қолданбайсыңдар? Неге? Жоқ, ол тиісті органдар шара қолданады. Не үшін сол кезде 2 сағаттың ішінде? Мынау маған тиісті органның шарт бергені. Мен орындаушымын. Дұрыс па, Жамбыл, дұрыс емес? Басты кетірмеші бауырым, тыңдаш. Кеше мен жазған затқа неге 2 сағат? Жоқ, мен сіздің сұрағыңызға жауап бердім ғой. Әлі мен толық айтып болған жоқпын. 2 сағат қаралып жатыр ма, сұраңыз. 2 сағаттың ішінде неге сіз айтпайсыз? Жоқ, 2 сағат. Тыңдаңызшы енді. 2 сағаттың ішінде мен жаздым ғой арыз. 2 сағаттың ішінде неге Дәуренді әкеліп, сол жайлы келіп сұрап, бауырым, мынау қай заявлениеңді алмай кетті. Мына заявление жазыпсың бастықтың үстінен. Давай, мынау бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Міне мынандай шара, мынандай статья, мынандай бап деп неғып айтпадыңдар сол кезде. 2 сағаттың ішінде. Жоқ, мен ол бойынша Заң. мен жауап бере алмаймын. Заң дейсің, қара. Заң гласит. Сенің қазір заңың гласит. 2 сағаттың ішінде шыққан шешімге маған келіп тұрсың да.
Айта бер, айта бер. Былай, қара, мен сіздің ол сұрағыңызға жауап бере алмаймын. Мен келіп Сондықтан мен де сіздің сұрағыңызға жауап бере алмаймын. 2 сағаттың ішінде болғанда мен сізді тыңдадым ғой. Ол сұрағыңызға құзырлы органдар жауап береді, дұрыс па? Өздері сізге қандай хат жібере ма, келіп айта ма, оны өздері жауап береді. Қарамай қоя берді лақ. Енді маған 2 сағаттың ішінде шығып беріп тұрғанда сізді 3 күні болатын 3 мамыр 2019 жылы сағат 16:00-ге тағайындалған сот мәжіліс залына мәжбүрлеп алып келуге деп ұйғарым шығарып беріп тұрғасын келіп тұрмын мен. Енді қара. 2 сағаттың ішінде болғанда. Енді түсіндім. Мен ол басқа бірдемемен келіп тұрған Енді сізді түсіндім. Енді қараңыз. Енді сіз Біздерде- өзіңіз енді логистика ойлап қараңыз. Екеуміз кезектесіп сөйлесіп жатырмық, бірімізді түсініп. Мен айтып болайын деймін. Айтып бол, иә. Содан кейін не қыласың? Айт. Түсініп тұрсыз ба? Мен сол бойынша ғана келіп тұрмын. А сіздің арызыңызды, сіз жазған арызды, оны құзырлы орган осы мен сияқты келіп сізге несін жауабын айтады және қағаз түрінде береді. Дұрыс па? Участка қойдың Дұрыс па? Ол бойынша сізге солай беріледі. А мен енді ол жерде маған ол сұрақты қоюыңыздың мүлде қатысы жоқ. Сіз жаңа айттыңыз ғой, участковыйлардың бастығымын деп. Мен жауапты участковыймын. Жауапты участковыймын дедім ғой. Енді қара бауыр, жақсы. Міне мына бойынша сөйлесек пе онда? Енді осы бойынша айттым. Сіз 488-ді маған келтіріп отырсыз, дұрыс па? 488-ші бабының 3-ші бөлігімен хаттама толтырылып, дұрыс па? Енді қараңыз. Сізге түсіндіріп айтылды ғой барлығы. Енді мен оны қайтып түсіндіріп жатырмын. Қайтып түсіндірудің қажеті жоқ. Кім жүр ғой өзінде алдын участковый шақырды? Тоқтай қойшы. Енді қара. Енді тыңдайын. Мені сол күні шақырды. Мына жерге Нұргелді келді, МПС-тің бастығы. Жәке, барайықшы, ешқандай протокол болмайды деді. Мен айттым, Нұргелді дедім, прокурордың орынбасары отқан жерде ол просто так жібермейді дедім. Нұргелді ол сөзін растады. Кімнің Рашидтің көзінше де растады. Сен жаңа маған уәде бердің. Рашидтің сол сөзін естісем, мынаған мен жұмыс жасамайын дедім. Кетем дедім. Мына затты маған жұмыс жасамайын дедім. Кетем дедім. Мен оны дәлелдеп бердім, дұрыс па? Ол бір. Екінші, маған сөйдеп айтты, сен келсең протокол толтырмайды. Нұргелді айтты, Құдайдың атымен ант етем жәке деді. Мен сенің артыңнан келмеймін енді қайтып деді. Уәде берді. Ол уәделер де бар менде. Керек десең оны да тыңдата аламын. Қара бауырым, сөйтіп уәде берді. Сосын мен айттым, Нұргелді дедім. Олар алады, сені кінәлі қыла салады дедім. Бірақ маған Рашидтің Жұмағалиевичтің өзі айтсыншы дедім. Мә деді, звондады, сөйлестім. Рашид айтты, Жамбыл деді. Құдайдың атымен ант ет дедім, ант етті. Ешқандай жақсы деп міндім, бардым. РУВД-ға барғаннан кейін зам прокурор келді де алдыма. 1 минут. Алло. Жоқ, алмайды қалдым. Хорошо. Қара бауырым, сосын біз РУВД-ға бардық, прокурор қабылдады, маған түсіндіру жұмысы ғана деді. Ешқандай протокол толтырмаймыз, ешнәрсе жазбаймыз деді. Ол мана прокурорды мен көрдім сотта. Өзі аузымен айтты. Сосын мен жақсы деп арқайым болдым. Маған 488-ді бәрін оқып берді келді. Мен прокурорға айттым. Прокурор мырза дедім. Біздің конституцияда 32-ші бапта көрсетілген ба дедім. Көрсетілген деді. Конституция сенің административнан төмен тұра ма, жоғары тұра ма дедім. Жоғары тұрады деді. Тода анау бірдеме деді, өзінікін айтты, кетіп қалды. Сосын Рәкен келді, Нұргелді қарайды. Не деп айтты? Протокол толтыр деп айтты ма? Мен де түсінбей қалдым. Тыңда бауырым. Осы жер ең ключевой жері. Сосын мен айттым. Білмеймін, протокол деп айтты ма? Мен білген жоқпын дедім. Рәкен ізден кетті. Барды 488-мен толтырың деді. Сосын мен айттым, Рәке дедім. Сен жап-жаңа маған не деп уәде бердің дедім. Сен маған не деп... Кетшеш мен. Мен айттым. Сен маған не деп уәде бердің дедім. Рәке айтты. Енді көріп отырсың, киви, анау сөзінен тайды. Сосын мен айттым, Рәке дедім, онда мені дәл қазір қама дедім. 488 бойынша 10 күнге мені қама дедім. Әділ болсын бәрі дедім. Осы жерде тихо мирно мен қамалайын дедім. Жоқ, сені қамауым, Нұргелдіге құтырып кетті. Жоқ, қамамаймыз, анау. Онда штрафы бар екен, штрафын салың, мен кетейін дедім. Мына затты құра қалдырмаң дедім. Толтырған екенсіңдер, ки위ға тіркеген екенсіңдер. Давай енді жұмыс жасаң дедім. Ол жоқ деді. Протокол менде қалады деді. 3 күннің ішінде сотқа берілмесе, дәуренді көрсетті. Мынау выговор алады деді. Сосын протоколдың күші жойылады деді. Дәл сөйдеп айтты.
жаңа да өзің естідің, куә болдың. Сосын мен соған сендім де, Раке, онда мен кеттім дедім. Үйге кеттім. Мен сол арадан уақыт өтті. 3 күн үйде болған жоқпын. Оның бәрін мән-жайын білесің неге екен. Осындай бассыздықтан мен қаштым шыны керек. Мен Нұргелдіге уәде бердім. Нұргелді өзінің уәдесінде отыра алмады. Үйіме қайта-қайта участковый жіберді. Мен бәрін біліп отырмын. Қара, тоқта бауырым. Қайта-қайта жіберді ғой. Сосын кешегіде мен 1 май күні мені қаланың ортасынан Нұргелді мен Ерасыл бар ішінде. Сосын Нұрлан бар. Қаланың ортасынан разбоймен мені алып кетті. Мен ешқайда барған жоқпын. Мен өзімнің шаруаммен жүрген адам едім. Алды да мені ауылға алып келді. Ауылға алып келгеннен кейін мен мына жерге сосын Рашид келді. Рашид бәріміз сөйлесіп тұрдық. Мен айттым, Нұргелдіні қалдыр дедім. Жа өзің де естідің. Үйде шай ішіп отырайық. Сен мені мерекеден қақтың ғой. Жақсы, мен мерекеге де бармай қойын. Бірлік күні ғой. Мен бармай қойын. Үйімде отырайын онда дедім. Кешке дейін Нұргелді қасымда отырсын дедім. Анау тұрды да, жоқ дейді. Менімен бірге дейді, сен Рувудаға тоқта. Жоқ дейді, сен менімен бірге дейді, Рувудаға жүр дейді. Сосын мен айттым, Раке, не үшін айтшы? Алдыңа 488-ді көтеріп атырық дейді. Мен айттым, Раке, ол жабылған сияқты еді ғой. Сен уәде берген сияқты едің ғой. Жоқ, анау бірдеме деді да, қасындағыларға фас дейді. Жоқ, енді бәрін түсіндім. Фас деді, мені мына жерде түсіндім да. кәдімгідей аяқ қолымды бұрап, қойша сүйреп, малша сүйреп. Жамбыл, енді ол сіздердің араларыңда сондай мынаған қатысты ғой бәрі. Енді осыған қатысты болса, енді менің келіп тұрған жағдайыма жауап беріп жүрші, болды. Мынаған сосын мен сізге айтам, мына бейнебақылауға мені алып атсыз ғой. Мен сізге тағы да заң атымен айтам. Мен саған тағы заңның атымен айтайын. Прямой эфирде тұрсын. Прямой эфирде. Мен бұны ойлап тапқан шығар жоқпын. Олай не қылған ма? Мен сізге айтып отырмын заң атымен. Тыңда. Мен өз ауламда тұрмын. Өз құқығыңызды қамтамасыз ету үшін, бірақ мені салмаңыз, түсіндіңіз ба? Өз ауламда, өз үйімде тұрмын. Менде де бейнебақылау бар, міне. Мен сенікі 100 жылға керек емес. Мен алып көрдім бұларды. 1 ай, 2 ай, вообще бермейді. Жасымай қалған, түспей қалған. Мен тыңдаңызшы. Сағат 16:00-де сотқа барасыз ба, бармайсыз? Адвокатым келсе барам, журналистім келсе барам, болмаса бармайым. Бармайсыз ғой. Олар келмесе мен бармайым. Өз еркіңізбен. Өз еркіммен емес. Сен қара. Өз неңізді қорғау үшін баруыңыз керексіз. Өз заңды құқығым келмесе мен бара алмаймын. Қалай қорғау ана жерде апарып басайын деп тұрған жерде қалай қорғауға келіп тұрсыз? Мынаны аласыз ба, алмайсыз ба? 2 сағатта шыққан ұйғарымға мен алмаймын. 2 сағатта шыққан ұйғарымды мен алмаймын. Неге? Өйткені мен кеше жаздым. Өз жауабымды алдым жамбыл. Мен кеше жаздым, бүгін жаздым. Аман бол, бала-шағаң, қызың бол. Мынау заңсыз. Мен заң атымен сізге келдім. Мына қағаз заңсыз. Біз заңды түрде 102 шақырғанымызда заң жұмыс жасамайды. Прокурорға барсақ жұмыс жасамайды. Құзырлы органдарға барыңыз. Көрдің ба бауырым? Онда сен де құзырлы органдарға бар. Құзырлы органмын. Сен дұрыс емес құзырлы органнан келіп тұрсың. Өз міндетіммен ғана келдім. Сен құзырлы органдарға сен де бар. Айт, орындаушы талап. прокурорға барып айт. 2 сағатта шыққан қаулыны апарған дұрыс па, 2 күн алдын жазған арызды апарған дұрыс па? Оны сіз өзіңіз сұрайсыз. Жақсы, сау болыңыз. Мені қара бауырым, тағы айтам сізге. Мені күштеп алып кететін болса, Мұнайлы ауданының Ровудының бастығы Қуандықов Рашид Жұмағалиевич кінәлі болады. Сіздер полный состав бәріңіз кінәлі боласың. Мен өз-өзіме қол жұмсаймын, егер мені күштейтін болсаңыздар. Сіздер соған соучастник боласыз. Өйткені заңсыз келіп тұрғандар. Барлығы заңсыз. Ісімізді де әкелін қарап атқан, ісімізді де әкелін. Жоқ. Өйткені заңдылығын тексеруге менің бірінші заңдылығымды тексеріңізші. Менің жазған арызым бойынша заңдылық тексеріңізші. Жұмағалиевичқа жазған, Соны тексеріп әкеліңіз. Жұмағалиевичқа жазған, Жұмағалиевичтің ішіне жазған арызымды қараңыз. Жауап келеді. Қараңыз. Содан кейін барып мен мынаған көңіл бөлуім мүмкін. Ол да мүмкін. Үйдеміз, үйде. Ләззат, шық былай. Қайдасыз келатсыз ба? Ол уәде берді, Рашид. Сосын 4-те тағы да келеді. Сіз үйге келіңізші, телефоннан сөйлемей. Соны айтам, телефоннан ананы мынаны айта берме. Звондамайдыш вообще. Келсең кел, болмаса қойды. Не бересің, келшіш, осындайда келмесең не керегің бар? Ешқайсысы
Мына маңғыстаулықтар келіңізші, көмектесіңізші, физически. Шамаңыз келгенше. Мына бандалар келіп жатыр тағы да. Енді форма киіп келіпті бұлар. Маған мен кеше жазған, алдына күн жазған заявлениелерімді алмай, маған какой-то 2 сағатта келіп тұрған заявлениені әкеліп тұр. Мынау Маңғыстау облысы ДВД-ның бастығына жолдаңыздар. Сайттарына жіберіңіздер. Солар іс-шара қолданбаған үшін кінәлі болады. Біздер көп балалы ата-анамыз. Ya uykumuz yok ya işim. Түнімен келеді. Сау болсын ауылдың жігіттері әйтеуір қасымызда қонып жатыр шамасы келгенше. Күнде келеді бұлар деген күнде. Жіберіңізші мына облыс әкіміне. Келсін көп баланың жағдайларын қарасын не болып жатқан. Қаяқта мына сайлауда аузын көпіртіп сөйлеп отырған кандидаттар қайда солардың партиясының адамдары? Кәне бұларға конкретно мынау шанс қой. Пайдалансын біздің атымыздан. Біз сөйлейік шындықты. Мынаны мен аяқтаймын, осыны таратыңыздаршы өтініш.